Саламатсыздарма студенттер. Мен Оңтүстік Қазақстан индустриалды инновациялық колледжінің тарих география пәнінің оқытушысы Исмаилова Балнұр Әбдіхалыққызы. Бүгінгі онлайн сабақты география пәні бойынша машина жасау технологиясы мамандығының бірінші курс студенттеріне арналады. Сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы Латын Америкасы елдері, жоспары, саяси картасының қалыптасуы, табиғат жағдайлары мен ресурстары, халқы, шаруашылығы, сыртқы экономикалық байланыстары, Бразилия мемлекеті. Сабақтың мақсаты мен міндеттері: Латын Америкасындағы дамушы елдері, табиғат жағдайлары, халқы туралы білім беру. Латын Америкасы Солтүстік Американың оңтүстік бөлігі мен бүкіл Оңтүстік Америка аумағындағы елдердің жалпы атауы. Жалпы аумағы 22,18 миллион километр квадрат. Саяси картасының қалыптасу кезеңдері. 15 ғасырдың соңына қарай Латын Америкасы аумағында астектердің, майя және инктердің аса күшті дамыған өркениеттері болды. 15-16 ғасырларда қазіргі Латын Америкасы аумағында өмір сүріп жатқан жергілікті тайпаларды Испания және Португалия жаулап алып, отар елдерге айналдырды. 1810-26 жылдары тәуелсіздік жолындағы соғыстар нәтижесінде Америкадағы барлық отарлар Испаниядан бөлініп шықты. 1822 жылы Бразилия Португалиядан бөлінді. Осыдан кейін Латын Америкасында дербес мемлекеттер құрыла бастады. Қазір Латын Америкасында 33 мемлекет және Франция, Нидерланд, ақш-тың бірнеше тәуелді аумақтары орналасқан. Латын Америкасындағы елдерді тарихи географиялық жағынан бірнеше топтарға бөледі. Бірінші, Орта Америка немесе Мезоамерика. Мексика, Орталық Америка, Кариб теңізіндегі аралдық мемлекеттер кіреді. Екінші, Анды елдері: Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия, Чили. Үшінші, Ла-Плата елдері: Парагвай, Уругвай, Аргентина. Жетекші ел Бразилия мемлекеті. Табиғат жағдайлары мен ресурстары. Латын Америкасы солтүстіктен оңтүстікке қарай 11.000 километрге созылып жатыр. Шығысында Атлант мұхиты, батысында Тынық мұхиты шайып жатыр. Мұнда құрлықтағы ең ұзын тау жүйесі Анды тауы және ең ірі ойпат Амазонка ойпаты, кең жазықтар мен үстірттер бар. Пайдалы қазбалар мен минералдары: мұнай, уран, торий, темір кендерінің қоры, марганец, түсті металдар, платина, алмаз, боксит, селитра. Ішкі сулары және су ресурстары. Латын Америкасы дүние жүзіндегі ең ылғалды аймақ. Өзендерге бай, көлдер саны аз. Ірі өзендері: Амазонка, Парана, Ориноко. Көлдері: Титикака, Никарагуа, Маракайбо. Көлдері: Анхель сарқырамасы, жер асты сулары бар. Халқы. Латын Америкасының халқының саны 479 миллион адам. Халқының 75%-дан астамы қалаларда тұрады. Ұлттық құрамы өте күрделі, этникалық және тарихи процестерден өткен. Мұнда еуропалықтардың ұрпақтары, үндістер, метистер, негрлер, мулаттар өмір сүреді. Ресми және мемлекеттік тіл ретінде негізгі тілі испан тілі. Ал Бразилияда португал тілі, Гаитиде француз тілі, Суринамда Нидерланд тілі саналады. Одан басқа 14 кіші мемлекет, Ямайка мен Багам аралдары халықтары ағылшын тілінде сөйлейді. Жалпы халықтың 10%-на жуығы үндіс және жергілікті диалектіні қолданады. Шаруашылығы: тау-кен өнеркәсібі, табиғи газ өндіру, машина жасау мен металл өңдеу және қара және түсті металл, энергетика өнеркәсіптері жақсы дамыған. Бразилия мемлекеті. Бразилия мемлекеті Латын Америкасындағы ең ірі жетекші мемлекеттердің бірі. Бразилия мемлекеті жайлы бейнефильмге назар аударыңыздар. Бразилия жер көлемі бойынша әлемде 5-ші орында, 8,5 миллион шаршы метр. Бұл дегеніміз Оңтүстік Американың 47,3%. Астанасы Бразилияны 1956-60 жылдар аралығында 3,5 жылдың ішінде салған. Оған дейін астанасы Рио-де-Жанейро болған. Бір қызығы, 1808-1815 жылдары Рио-де-Жанейро Португалияның астанасы болған.
Бұл Лиссабон басқыншылығынан қорыққан патша отбасы Португалияның колониясы болған Бразилияға көшкенде орын алған. Бұл еуропалық астананың құрлықтан тыс жерде болған тарихтағы жалғыз оқиға. Бразилиядағы ең ірі қалалар Сан-Пауло мен Рио-де-Жанейро. Рио-де-Жанейро атауы қаңтардағы өзен деп аударылады. Әрбір ірі қалалар фавелалармен қоршалған, яғни кедейлер тұратын аудандар. Мұнда тіпті құқық қорғаушылардың өзі кіруге қорқады. Осы фавелаларда көптеген әлемге танымал футболшылар шыққан. Себебі футбол жетістікке жетудің бірден бір жолы. Әрине, Бразилияда футболды жақсы көреді және барлық әлем додасына қатысып 5 рет жеңімпаз болған. Футболмен қоса, мұнда сериалдарды да жақсы көреді. Сондықтан телеарналардан екеуін бір уақытта бермейді. Ел аумағында әлемдегі ең үлкен су жүйелері жатыр. Олар Амазонка, Парана, Ла-Плата, Сан-Франциско өзендері. Бұл елдің табиғаты әртүрлі және өте бай. Мұнда мұхит жағалауы, Амазонияның джунглиі және әдемі сарқырамалары көптеген саяхатшыларды тартады. Бразилияның аумағында адамдар өмір сүрмейтін жерлер өте көп және өсімдіктер мен жануарлардың түрлері көп ел болып саналады. Бұл елдің суларында балықтың 300 түрі бар. Кейбір балықшыларға оларды аулау үшін дельфиндер көмектеседі. Бразилия ормандарында маймылдардың 77 түрі, жыртқыш мысықтар мен жыландардың көптеген түрлері бар. Бразилияда 50 мыңға жуық өсімдік түрлері өседі. Мұнда каучук ағаштары және бағалы қызыл ағаштар өседі. Сонымен қатар сүт ағашы және шоколад ағаштары да. Соңғы 150 жылда Бразилия кофе өндірісінің көшбасшысы. Жыл сайын әлемге 2,5 миллион тонна кофе береді. Ал халқына келетін болсақ, олар өте қонақжай. Ал ең жақсы көретін демалыс орындары жағажайлар. Себебі Бразилияның жағажайлары әлемдегі ең үздіктерінің бірі. Ал сүйікті сусындары кофе және какао болса, тағамдары өте әртүрлі. Онда португалдардың, латын американдықтардың және үндістердің асханасы бар. Достар, Бразилия тамаша ел. Олардың халқы саяхатшылармен кездесуге қуанышты. Сондықтан көптеген адамдар Бразилияға баруды армандайды. Ал сіздер қандай елдерде болдыңыздар? Міне студенттер, Бразилия елінің қызықты мәліметтерімен таныс болдыңыздар. Енді үйге тапсырма береміз. Бірінші тапсырма: Латын Америка елдерінің астаналарын кескін картаға түсіресіздер. Екінші тапсырма: Бразилияның туристік объектілеріне сипаттама бересіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.